Жұрттың сенде шын мәнінде шаруасы жоқ. Жұрттың өзі, жұрт не дейді деген оймен басы қатып жүр депті біреу. Одан да фокусты мақсатқа қойып, алға баса бер. Сенің қасыңда ешкім болмауы мүмкін, бірақ тек қана қасыңда Алла бар. Мені кім елеп жатыр? Менің қолымнан не келер дейсің? Менің қызметімді кім алар дейсің? Қолымнан келген күннің өзінде мені кім таниды айналамнан басқа десең, ол өтірік ойын ғана. Сені кім танитынын айтайын ба? Мен танымайтын шығармын. Бәлкім бүкіл Қазақстанға, әлемге танымал емес шығарсың. Бірақ сені әлемнің президенті танып тұр ғой. Екі дүниенің иесі, адам түгілі періштелер сені таниды. Сен туралы сценарий жазылған. Өмір дастаныңды періштелер том-том кітап қылып жазып жатыр. Адам орнынан тұрып жүргенде дейді, бүкіл жаратылыс жындарға дейін жол беріп ығысады екен. Сонда сен звездасың ғой кәдімгі. Олай болса, кеудеңді тік көтеріп, рухыңды биік ұстап, селк етіп, оян, сілкін. Ертең жасаймын деп отырған жоспарыңды қазір жасап таста. Жердегі Алланың орынбасары болған сен адамсың. Қане, тұр, бас алға.